семинарды мындай бір әдемі Жүсіпбек Аймауытовтың сөзінен бастағым келіп отыр. Білім алу батылдық, оны толықтыру даналық, ал шебер қолдана білу өнер. Сондықтан, құрметті әріптестер, бүгінгі семинарда мынау алған білімдерімізді осы ортаға салып, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу мақсатында бүгін семинарды өткізгелі отырмыз. Қазір осы жерде 3 топқа бөлініп отырды. Осы 3 топқа да осындай бір тапсырма берейін дедім. Мына сіздерге осы қағаздан кез келген бір нәрсе жасау керек. Кез келген бір нәрсе жасап көрейікші. Дене болсын бір нәрсе жасаңдар деген кезде сіздер не істеп жатсыздар? Қиналып жатсыздар, иә? Демек, бұл жерде мен қандай нәрсе сендерге берген жоқпын? Неге бұл нәрсе, бұл жаңағы қағаздан сендер нақты бір нәрсе шығара алмай жатсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Нақты нәрсе. Тағы жасау керек. Тағы, дұрыс, тағы. Бағдар берген жоқсыз. Мен бағдар берген жоқпын. Мен сендерге критерий қойған жоқпын. Мен нақты мақсат қойған жоқпын. Егер мен мақсат қоятын болсам, ондай нәрсе шықпайды. Парақша алып, осы парақтардан ешқандай құрал пайдаланбай, тек қолменен бір адамның денесін шығарыңдар. Қайшы қолданбай. Қайшы керек емес. Қолмен жоқ. Қайшы клей деген ештеңе жоқ. Бір адамның денесін шығарыңдаршы. Кішкене шашын жөндеп жіберейін. Қоя беріңдер. Бір-біріне. Прическасы. Күнме. Bunu çatladım.
Дұрыс міне костюм шалбар киген мына әкел Ғалия. Мен баста әдемі мына екінші шықты. Мына көйлек деген бар мына қандай тамаша. Қыздың бейнесін салды көйлек деген. Әдемі. Енді бұл жерде мен айттым сендерге нақты айтып отырмын, иә? Бір адамның денесін шығарыңдар деп. Енді қараңдар балалар, бәріміз де бірдей болып шықты ма? Әртүрлі, иә? Байқаймыз бастауыштар көбінесе не пайдаланды? Фигураларды пайдалана отырып, төрт бұрыштар мен тік бұрыштар арқылы жаңағыдай адамның бейнесін салды. Одан кейін мына жерді қарасаңдар да тіпті әртүрлі. Я біреу қыз салған, біреу неше түрлі нәрселер. Бұдан не шығарып алуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Не көріп отырмыз бұл жерден? Әрбір адам ол өзінше ойлайды, оның өзінше бөлек ойлау қабілеті бар. Әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдаланды. Әбділәйлі ручка шығарып алып пайдаланды. Біреу жаңағы қолмен жібірді, біреу бүктеп салып отыр, біреу жаңағы фигураларға бөліп отыр. Сонда әр ұстаздың өзінің әдіс тәсілі бар. Мұны осы жерден көруге керек. Енді бір-біріге ұқсайтын әдіс тәсілдерді пайдалану міндетті емес. Мүмкін сіздерде бір тұлға болып өздеріңізше шығаратын бір әдіс тәсіл бар шығар. Соны шығарыңыздар. Соны пайдаланыңыздар. Егер ол тәсіл жаңағы оқушылардың пайдасына тиетін болса, одан басқа керемет нәрсе жоқ деп ойлаймын. Сондықтан рахмет. Енді біз өзіміздің де бір әдіс тәсілді пайдаланғымыз келіп отыр. Пирс деген топқа берейік. Тимс мына сіздерге. Осы жерде дайын мәтіндер бар. Осы қайсы сіздердің жаңағыдай тақырыптарына сәйкес келетін болса, мына әрі қарай мына жерге растарында қыстып қойыңыз. Оны қорғаймыз, Ал құрметті ұстаздар, болып қалдық ау деймін. Бірінші топ, пирс тобы бірінші бітіріп отыр, сондықтан ортаға шақырамыз сіздерді. Естеріңізде болса, бізде жамбыл облысы бойынша осы пирс халықаралық зерттеу өткен. Жамбыл облысы бойынша қатысқан 9 мектептің ішінде біздің Сарысы ауданынан Шоқайдарқа мектебінен 4-ші сынып қатысқан менің классым болатын. Онда біздің оқуымызда пирстен ең алғаш келген жаңа тың сөз болды. Бұл мәтінді оқу және түсіну сапасын бағалау, оқушының оқу сауаттылығын дамыту деген мағынаны білдіреді екен пирс дегеніміз. Пирс зерттеуі екіге бөлінеді. Зерттеу екіге бөлінеді, пирстің тапсырмалары екіге бөлінеді. Оның ішінде ақпараттық берілетін тапсырмалар екіге бөлінеді. Біреуі әдеби мәтін, біреуі телефондағы тапсырма берген. Бұл әдеби мәтін. Әдеби мәтінде көбінесе балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін ертегілер, әңгімелер беріледі. Балалар соның ішінен өздері тапсырмалар құрастыруы мүмкін, немесе өздеріне берген тапсырмаларды орындайды. Онда түрлі сұрақтар беріледі. Негізгі түйіні бұл жерде мәтіннің ішінен алынған тапсырмаларға нақты жауаптар дайындай отырып, өз бетінше қорытынды шығару деген ұғымды білдіреді екен.
ал ақпараттық мәтін өзі айтып отырғандай берілген мәтіннен бала нақты ақпарат алады. Ол ақпарат бала ұғымынан жас ерекшелігіне сай болуы міндетті екен. Доставление грифон бұл әдеби мәтін. Өте тамаша. Тамаша. Пиза халықаралық зерттеу биыл біздің мектепке түсті. Осы аудан бойынша шоғырланған күшіне. Сода 15 жастағы балалар қатысты бұған. Ол балаларды дайындадық, ұзақ уақыт. Біздің жаратыстан бақытым. Мен енді мына жерде апай жазып тұр еді, бұған қарамап, басқа мұғанда жазып мен ойсырынды. Қағазға түсірген ғой мақсатым. Пиза халықаралық зерттеу тапсырмаларын орындау барысында танымдық қызығушылығын арттыру, зияткерлік және шығармашылық қабілетін дамыта отырып, өз бетімен ізденіп, жаңа білімге қол жеткізуге үйрету балаларды. Пизаның негізгі мақсаты. Жаңағы 15 жастағы балалар енді ойлар қалыптасқан, бір жүйеге түскен балалар солардың логикалық ойлау қабілетін өз беттерінше ізденіп, ары қарай жаңағы алда өмірде кездесетін қиыншылықтарды өздеріне шешуге арналған. Осы пизаны соған бағытталып, балаларымыз жақсылап табысады деп естіремін. Пиза 2000 жылдан бері қарай алынып келе жатыр. Ең мақсат жаңағы айтып жатыр. 15 жасқа толғаннан кейін халықаралық елде 15 жастан ересек күйге өтуіне байланысты, осыған байланысты білімді тексеру мақсаты. Бұл жерде ең бірінші жаңағы математикалық, жаратылыстану сауаттылық және бұл жерде ең бірінші оқушының білім деңгейін анықтау, одан кейін барып мониторингтерін істеу, сөйтіп жаңа өмірге оқушы дайын ба, ересек күйге өте ме, сол мақсатта оқушының білімін, дағдысын зерттеледі. Бұл 2000 жылдан бері қарай. Енді ол негізінде жалпыда 3 жыл көлемінде пиза қайталанып отырады деген. 3 жылда. Бұл халықаралық сайыс түрі болып келеді. Біз осы Teams 4 жылда бір рет болып тұрады. Енді осы өте жақсы көрсеткіш көрсеткен болатын. Енді қараңыздар, алғаш рет 2007 жыл Қазақстан 4-ші сынып оқушыларының халықаралық салыстырмалы мағлұматтар мақсатында математика мен жаратылыстануда білім сапасын бағалайтын зерттеуіне қатысты. Бұдан әрі 2011 және 2015 кезеңдерде қатысты. 2007 жылы зерттеу. Осы 2007 жылы зерттеуіне 36 мемлекет қатысты. Енді бұл Teams-тің сұрақтары өте қандай өзімізде құбылыс, біздегі жаңағы өзімізде қарапайым жаңағы өмірдегі болып жатқан құбылыстармен қолданатын заттар, яғни мысалы табиғатпен және де өзімізде көптеген көп нәрселермен байланысты. Мысалы ана жерде өзіміз сұрақтар, тапсырмаларын қараңыздаршы. Былай болған, айжан өсімдіктердің өсуіне тыңайтқыштың қандай әсер ететінін білгісі келген, оның бірдей топырақ салған 4 қыш құмырасы бар. Ол өсімдіктерді қыш құмыраға отырып, төменде көрсетілгендей құмыраға тыңайтқыш қосты дейді. Мына жерде 4 гүл отырғызылған, жаңа тапсырмада айтып өткендей, тыңайтқышпен және тыңайтқышсыз деп екі-екіден бөліп қойған. Енді сұрақ, тыңайтқыштың өсімдіктердің өсуіне әсерін көру үшін ол қандай екі құмыраны салыстыру керек еді дейді. Сонда біз құмыраларды жаңағы өсімдіктерді салыстыру үшін жаңағы біз өзіміз логикамен ойлаймыз ғой. Жаңа топыраққа тыңайтқыш қосылған, екеуінде тыңайтқыш қосылған, екеуі тыңайтқышсыз. Біз тыңайтқышсызбен салыстырмаймыз ғой. Сондықтан екі тұрған тыңайтқыш қосылған гүлді салыстырамыз. Сол кезде қайсы жақсырақ өседі, сол екеуін ғана салыстырып қана біз сөйтіп есебімізді сол логика түрінде орындап шығара аламыз.
енді мысалы тыңайтқыш пен тыңайтқыш қосса кішкене болса да гүлдер жайқалып жадырап үйде де сондай ғой мысалға гүлдерге тыңайтқыш қосса кездеседі сол айтқымыз келген Деде осы оқушылардың мынау функционалдық сауаттылығын арттыру үшін жаңағыдай директордың оқу жөніндегі орынбасары Әбдірәлі ағайларында қазір кішкене ғана мектептің жұмысымен таныстырып кетеді. Енді мына халықаралық байқаулар дейміз ғой. Білім беру саласын халықаралық зерттеу туралы бүгінгі семинарда айтылып өтті. Іс-тәжірибелер бәріміз көрдіңіздер. Мектептің мына кіреберіс дәлізінде осы халықаралық байқаулардың бәріне байланысты стендтер арнайы жасалып қойылған. Жаңа пиза халықаралық байқау бізде өтті деп бастауыш мұғалімдер айтып өтті. Өте жақсы деңгейде өтті. Биылғы жылы бір ерекшелігі жылдарда пиза для школы дейді. Мектепке арналған пиза халықаралық байқауы өткенде қаңтар айында бізде болып өтті. Біздің мектепте болып өтті. Сол кезде оның ерекшелігі қандай болды? Оның ерекшелігі 15 жастағы оқушылардың алған білімін өмірде қолдана білуі. Өзі кез келген ортаға барған кезде сол алған білімін қолданып, сол ортада өзі жақсы көрсете біле ме? Сол мақсатта оқушылардың біліктілігін анықтау мақсатында жүргізілетін байқау. Енді бұл халықаралық байқау болғаннан кейін бүкіл Қазақстандағы барлық елдердегі оқушылардың білім сапасын басқа елдермен салыстыра отырып, білімнің қай деңгейде тұрғаны анықталады. Халықаралық байқау жылда сәуір айында өтеді. Олай болса, мына бірінші пиза халықаралық байқауы 15-16 жастағы оқушылардың математика сауаттылығымен оқу және жаратылыстану бойынша сауаттылығын бағалау болып табылады. Екінші TIMSS 4 және 8 сынып оқушылар математика және жаратылыстану бойынша білімнің сапасын бағалау. PILS оқу деңгейі мен сапасын салыстыру, әлем елдеріндегі бастауыш мектеп оқушыларының мәтінін түсінуі. 8 сынып оқушылардың компьютерлік және ақпараттық сауаттылығын бақылау. Мінекей осы байқаулардың бәрі мектептерде жыл сайын өтіп жатады. Бұл халықаралық байқаудың негізгі мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Яғни функционалдық сауаттылығы деген алған білімін мектептегі ол өмірде басқа бір ортада қалай пайдалана біледі. Соны бағалайды. Білім деңгейі басқа елдермен салыстырған кезде қай деңгейде тұрғандығы анықталады. Бұл байқауларға байланысты қазір мектепте оқу жылының басынан бері қарай дайындық жұмыстары жүріп жатыр қазір. Олай болса алда да осы дайындық жұмысын тоқтатпай, сәуір айында біздің мектеп жақсы нәтижеге жетіп, жақсы көрсеткіштер береді деп соған мен сенемін. Құрметті ұстаз, бағалаймыз, ішкі және сырттай. Ішкі деген біздің ұстаздардың бағалауы болады да, сырттай жаңағы халықаралық бағалаулар сосын тағы қандай бар бізде? ОЖСБ, ОЖСБ деп оқушы республикасының 2007 жылғы 24 шілдеде ол заңның 55 бабының 4-ті қаңтарда ол өзгерді. Не болып кетті? Білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингісі деп өзгерді. Мінекей осындай өзгерістерді біз не істедік? Жаңағы мектебімізде де жаңағыдай тек 4-ші мен қазір 9-шы класс арасында болып жатыр. Оқушылар қазір бізде дайындалып жатыр. Естіп жатырмыз 4-ші класстар қазір компьютерге енгізіп, компьютер арқылы оқушылардың білімдерін дайындап жатыр. Байқаулар жақсы айтылып жатыр. Шынымен осы біздің мектепке пизадан келген кезде халықаралық жаңағы 15 жаста болғанда аудандық семинар болды ғой. Аудандық семинарда біз барып сұрап жатырмыз, қай мектептерге келді осы уақытқа дейін деп. Сол кезде тіпті бұндай 4-ші классқа да 9-ға да келмеген мектептер де бар екен. Сонда біз оларға қарағанда әжептәуір алда болып тұрмыз сонда. Ешқандай 3 жыл сайын, 4 жыл сайын деп жатыр ғой. Жылда өткізіледі екен. Бірте-бірте өстіп қалыптастырып алады дейді. Содан кейін барып
ол ана мектеп болмайды деген жоқ. Жылғы сыныпта жаңа атайлардың айтып кеткендей, осы сыныптар қамтылып жатыр. Солардың ішінде біз де бармыз, жаңа математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы және жаратылыстану сауаттылығы болып алынып жатыр. Мына жерде олардың жаңа деңгейі, сыныптардың деңгейіне қарай оқу сауаттылығы 60 минут, математикалық сауаттылық 9 классына 25 минут, жаратылыстану ғылыми сауаттылығына 65 минут бөлініп, жалпы бас аяғы 2,5 сағаттың ішінде 75 балл жинап шығу керек болып тұр балалар. Ал бастауыш сыныптар болатын болса, оқу сауаттылығы 35, математикалық сауаттылығы 24 минут, жаратылыстану ғылыми сауаттылығына 16 минут кетеді. Сонымен 1 сағат 15 минуттың ішінде 30 балл жинау керек 4-ші сынып оқушылары. Міне осындай нақты бағалау қойып қойған. Енді мен сыныбымызда 3 айдың қорытындысы бойынша Әбдірайым ағайға мәтіндік талдауымызды өткіздік. Алынған 13 қазан, 17-ші, 8-ші желтоқсандағы алынған 3 тест нәтижесіменен оқушылардың балын шығарып, жаңағы етіп жасап жатырмыз. Енді қазір қаңтардан бастап тағы да алынған тесттер бойынша дәл осылай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және нақты еңбектеріңізді елене берсін, оқушыларымыз биіктерден көріне берсін. Соған байланысты. Ал математикалық сауаттылықтарға байланысты ол жерде 13 сұрақ берілді. Орыс тілі, ағылшын оқу сауаттылықтарында оларда әр қайсында 10 тапсырмадан бір мәтін беріледі, одан кейін 10 тест беріледі. Барлығы бірақ бір жауапты болады. Барлығы сонда қарапсақ, жаңа бізде уақыт берілген, сол уақыт бойынша барлығы 2,5 сағат. Жетіс. Рахмет сіздерге. Осындай үлкен семинарларда кездесе берейік. Енді келесі сабақта бізде Қамдан алып бізде. Келесі топтан. Мәжін деген. Математикалық дәріс беретін ұстаздарға рахмет. Осындай үлкен семинарларды ұйымдастырып, кішкене болса мағлұматтар беріп, жас мамандарға, алдағы ұстаздарға жаңағы съезде өткен не тапсырмалар талқыланып айтылып жатыр. Одан мағлұматтар беріліп, сізге ой бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Одан кейін жаңағы функционалдық сауаттылық жайында кішкене толық мағлұмат алып жатыр. Одан кейін жаңағы БГМЖ жайында толық мағлұматтар алдағы уақытта осындай тапсырмалар жинақталып жұмыс жасайтынына сенімдіміз. Осындай семинарлар алдағы уақытта көп бола берсе деп. Рахмет. Математика жұмысының ұстаздары, сіздерге көп рахмет. Онан керемет бір семинардың куәгері болып отырмыз. Сіздерге алдағы еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Кетеріңіз келіп қалды, Бек апай пенсияға кететін одан кейін семинардың ең басты жетекшісі қылып сайлап қойыпты жастар дейді. Рахмет апай сіздерге. Сіздерден алған тәжірибеміз көп. Біз тек қана бастаушыларына періспен шұғылданып келе жатырмыз дедік қой, сол туралы мағлұматты білуші деген бүгін періс дегенді қолға алып жатыр. 4-ші сынып осы күзден бері тест алып оқушылардан дайындап жатыр 4-ші сыныпта. Жалпы біз жылда 4-ші сынып дайындай береміз, ол кезде орыс сынып ғой, енді биыл БГМ болды. Ауысты ғой. Енді сіздердің еңбектеріңіз әрқашанда осындай жақсы жағынан көріне берсін. Осындай семинарларға атсалысып қатысып жүре берейік. Алатынымыз көп болсын сіздерден. Рахмет сіздерге. Кеткіміз келмей отыра берейікші. Басында ойым болып еді, сөйтіп мұғалімдерді отырғызып қояйын, сосын барып дұрыс отырдыңдар ма жоқ па деп бақыладым ма ойлап. Сөйтсем жоқ, бастаушылар өздері барып үйге барып отырған. Сосын кімдер физиктермен бүгінгі семинарды аяқтағым келіп отыр. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылған бәрін жеке түсінетін, көргенін, естігенін және аңғарған нәрселерін бәрін
жанында ұстайтын, сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырғы ақыл иесі деп Әл-Фараби бабамыз ұстаздарға ғасырлар бойы өшпейтін әділ баға берген екен. Сол бағаның қасиетін әрқашанда биік ұстап, еліміздің мәртебесін көтеретін шәкірттерді тәрбиелейді. Рахмет.